Сәлем достар, бүгін біз жаңа рецептпен торт дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, колокольчик басып кетіңіздер. Менің каналыма шыққан әрбір жаңа видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Бүгін біз шоколадты пирогымызды дайындау үшін ең бірінші кремін дайындап алатын боламыз. Ол үшін 2 тұқымымызды, қантымызды және крахмалымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біз шоколадты торттың креміне заварной крем дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай керекті ингредиенттерімізді салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 ас қасық ұнымызды және 1 стакан сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және де отқа қойып, осылай 5-6 минуттай араластырып тұрғаннан кейін массамыз қоюлана бастайтын болады. Неге осындай қоюланды, енді бетін жауып суытып қойып қоятын боламыз. Осы кремімізге қосатын қоспамызды дайындау үшін бұны суытып қоямыз. Өте ерекше крем болып шығады. Сондықтан осы қосылған ингредиенттердің бәрін қосып жасаған өте тиімді. Ол үшін сары майымызға сгущенкамызды құйып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Сары май бөлме температурасында болған дұрыс. Өте қатты болса, кремнің құрамы дұрыс болмай қалуы мүмкін. Неге креміміз дайын. Енді жаңағы жасалған заварной кремімізді біртіндеп осы кремімізге салып, тағы да миксердің көмегімен екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Неге креміміз дайын. Құрамы да өте қарапайым, жасалуы да өте оңай заварной крем. Енді бисквитімізді дайындау үшін 3 жұмыртқамызды, азғантай тұзымызды және қантымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен 7-8 минуттай араластырамыз. Аппақ көк болғанша араластыру қажет, себебі бисквит пышный болып пісу қажет болады. Неге менің массам осындай аппақ болып әдемі болды. Енді ұнымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызды салып, үйлеуіштен өткізіп алыңыздар міндетті түрде. Разрыхитель саламыз және де какао салып жақсылап араластырып аламыз. Енді тағы да илеуіштің көмегімен жаңағы массамыздың үстіне салып, абайлап, жақсылап, жоғарыдан төмен қарай араластырып аламыз. Бисквит өте нежный болып, пышный болып шығады осы рецепт бойынша. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Өте қарапайым рецепт. Формамызға осындай пергамент қағазын төсеп алып, немізді
тестамызды құямыз. Барлығын құйып жіберетін боламыз. Өте пышный болып піседі бисквит. Мінекей пісіп шықты. 180 градуста 30-35 минут пісіп шығады. Бисквитімді ортасынан бөлетін боламын. Және де мен қосымша тағы бір бисквит пісірген болатын, себебі 3 слой болғанда торт өте әдемі болады. Осылай алғаннан кейін ортасынан бөліп тағы бір слой пісірген болатын. Сіздер 2 слоймен де жинасаңыздар болады. Әркімнің өз ыңғайына қарай жасаса болады. Тек өте қарапайым рецепт. Және де формамызға қайтадан тортымызды жинайтын боламыз. Пропиткасына мен азғантай қант пен сүтке қант салып араластырып алып, пропиткасын солай жасаған болатынмын. Және де кремімізді жағып жинайтын боламын. Жинап болғаннан кейін үстіне Қазақстан шоколадына азғантай сары май қосып араластырып алып, ерітіп алып, бетіне жаққан болатынмын. Оформление менде үстіне жаңғақты арахис, яғни майдалы қанталап сүйіп, үстіне шоколадный торт менде пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын. Шай ішуге өте тәтті торт. Баршаңызға рахмет.